Неге? Ветеран. Қазір мен шығамын. Бұл сенің мүмкіндігін, ветеран. Қазір сахнаға шыққан кезде барлығы саған таң қалады. Және де сен осы рэпті жақсы айтып шығасың. Ей, ветеран, оянсаңшы, ау? Сен тағы да түс көріп отырсың ба? Ой. Ей, сен тағы да түс көріп отырсың ғой. Немене? Түс? Тағы да ма? Негізі концертке шығатын күнім қашан? Жалпы бір аптадан кейін емес пе? Бізге капитан барыңызды түгелдеуге шақырды ғой. Ей, сәлем достар, қалайсыңдар? Сәлем джентльмен және мистер жұмыртқа. Мистер жұмыртқа? Сәлем игрок. Сен не болып қалды? Ұмытып қалдым ба? Сен маған бірдеңе істедің ғой. Кәдеге қарызымды қайтар. Ей, игрок, сен неге қарыз жүрсің? Ол ешқандай саған қарыз емес қой. Ол маған қарыз. Ей, достарымда не болып жатыр? Кәдеге, сонымен бүгін түгелдеуді бастауымыз керек. Бүгін сатқындар шығаратын күн. Бастаймыз ба? Бастасақ бастайық. Жақсы. Бұл бізде мама, яғни оның балаларын жақсы көреді. Бұлдар шок, яғни бұл жаңадан келген инженер, яғни тоқтарды жөндейді. Ал оның жақсы досы Гном. Мен оның ең жақын достарының бірі. Әдеттегідей. Монстр жоқ, тағы да бір адам жоқ. Қашан ойын басталады? Жақсы достар. Ендеше барлықтарыңыз өзімізге сендіміз бе? Ендеше ойынды ақырындап бастай берейік. Жақсы. Ендеше кеттік. Сатқындар. Игрок. Ей, игрок, сен неге мұнда тұрсың? Біз екеуміз заданияларды орындай берейік те. Игрок, ветеран, кешір, мен тапсырмаларды орындай алмаймын. Мен капитанмен біргемін. Ей, қоя тұр, неге? Айтпақшы, игрок екеуміз ең жақын доспыз. Так что не трогай. Ей, игрокшың ба? Біз жақын дос. Сен не күннен күдіктеніп тұрсың? Біз екеуміз жақын достарымыз ғой. Игрок, сен мұнан маған берген едің ғой. Онда өзіңе ал. Сенің жақын досың біреу ғана, игрок. Ол мен. Мен оны қашан беріп едім? Тозып кетіпті. Жақсы, мама қайда? Мен мұндамын. Сонымен, мен жаңа ғана какашты өлтірдім. Барлығы жақсы. Сен өлтірдің бе? Қашан? Оны мен емес, оны менің балам өлтірді. Қайнеге? Так, сонымен, какашты кім өлтірді? Какашты кім тапты тұрыпты? Жалпы мен таптым. Оны тоқ жасайтын жерде. Тоқ жасайтын? Қоя тұрыңдар. Тоқ жасайтын жерде кім соң рет болды? Мен ол жақтың дұрда-шоқты көріп қалдым. Мен өзім жалғыз жүрдім. Тапсырмаларды орындадым. Айтпақшы, игрок пен капитан және маман соңғы рет көрген болатын. Үшеуі тұрды, есік алдында. Менің ойымша бұлдар жоқ сияқты күдікті болып жүр соңғы кездер. Ей, мен емес. Сен сияқтысың. Менің ойымша. Ол екеуміз бірге жүрдік. Және де ол екеуміз бірге береміз. Сонымен кімге беретін болдық? Достар, мен емес бұл. Мен өзім тауып алдым тұрыпты. Так, сонымен кімдар жоққа береді? Мен деп айтыңдар. Мен! Жоқ, сатқын болған жоқ. Біз осы жолы қателесіп кеттік.
Жақсы, онда келесі жолы табамыз деп ойлаймыз. Келісіп алайық. Сонымен кімді бірінші өлтіреміз? Ветеранды өлтірейік. Өйткені ол менің жақын досым, тартып алуға сәл қалды. Солай ма, игрок? Одан кейін сосын неше мен айтайын. Ветеранды өлтірмей қояйық. Оданша мистер жұмыртқа, игрок. Неге мистер жұмыртқаны өлтіруіміз керек? Ол тыныш жүр ғой, оны жаны жетілмен. Ол маған қарыз қайтармай қойған. Мұнда не болып жатыр? О, қанеки, ол келді. Қане, өлтірейік. Тоф, мыналар не тыңдаймын өзі. Достар, достар. Сонымен кімге береміз? Айтпашы. Бұл мама. Ей, достар, бұл мен емес. Ол мама. Мен жаңа ғана келген кезде оның әңгімелесіп тұрғанын естідім. Мама? Серьезно? Неше? Короче, мамаға беріңдер. Егер де мама болмаса, келесі де маған беріңдер. Ант етем. Игрок шын тұрған сияқты. Достар, бұл мен емес. Сенсің мама. Оның мен бәрі бір естіп тұр қой. Игрокты айтқаны, мен айтқан. Достар, мен емес. Мама, сатқым болды. Мәссаған, осымен бір сатқым кетті, енді екеуі қалды. Енді барлығы жақсы болады. Аха, жақсы, ендеше кеттік. Гном, біз кеттік. Игрок, мен сенің бұныңды түсіне алмадым. Сен неге маманы шығарып жібердің? Ол сатқын ғой, білемін. Енді бізге ол керек емес. Енді екеуміз ғана қалдық. Яғни екеуміз мистер жұмыртқаны өлтіруіміз керек. Түсіндің бе? Мистер жұмыртқа маған қарызымды қайтармай қойды. Сол үшін одан кек алуым керек. Мистер жұмыртқаны? Оның жанында үнемі жинталмай жүреді. Вот, кеттік. Кешір. Қанеке? Не олар? Бұл біздің мүмкіндігіміз. Сәлем. Сәлем, қалайсың, капитан? Қош бол. Сонымен, игрок, енді сенің кезегің. Игрок, мен саған не қылдым? Мен қазір сені өз қолыммен өлтіретін боламын. Плеер, сен неге мұлай істеп жатырсың? Яғни, игрок, мен плеер емеспін. Мен дейтін мен мистер Чизбін. На! Соңы. Бұл игрок. Достар. Бұлар менсіз ойында бастап кеткен сияқты ғой.